Кеш жарық Алматы. Баршаңызды елордамыз Астанамыздың 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, ардақты ағайындар. Міне Астана күні Алматы қаласында осындай керемет қошеметтеріңізге мың алғысымызды білдіреміз. Рахмет баршаңызға. Міне бүгін қарап отырсақ, Аллаға шүкір, осы тәуелсіздік алғалы еліміздің қай өңірі болсын керемет дамып жатыр. Осының барлығы байқап отырсаңыздар, осы тыныштықтың арқасында. Солай ғой. Тыныштықтың. Біз қазақ халқы негізі тыныш халықпыз ғой. Біз өз сондай бір спокойный халықпыз. Біз өз байқайсыздар ма? Мынандай бір қатты дыбыстардан қорқамыз біз. Бір жерде бірдеңе танк деп шошып кетеміз. Аэропорт, вокзалға барып, бір жерде жаңа хабарлап атады ғой. Дing-дing, құрметті жолаушы. Өйбе құрсын нағып шулайды деп кәдімгі. Біз бүкіл жерге тынышқа үйреніп қалғанбыз. Тіпті бір жерге барып отырасың, бір иностранецтер келіп сөйлесіп отқанда біз солардан дауысынан қорқып отырамыз ғой. Өкәлі қауәлі айтып, нағып айқайлайды осылар құрсын деп. Ана қытайлардың өзі сөйлегенде бір айқайлап сөйлейді білмеймін әйтеуір. Деп кәдімгі. Біз қазақтар сөйлегенде байқайсыздар ма? Біз бір-бірімізден сыбырласып сөйлесеміз ғой. 3 адам отырса да бір-бірімен сыбырласып отырады. Қалай жағдайың? Десау қалай жақсы? Амансың? Аман бітіп қалды. Өзің қалай? 3-ші адам естімей тұрады ғой дауысын. Не деп жатсыңдар? Нағыл деп жатсың? Нағыл деп жатсыңдар? Біз өз сондай бір спокойный бар ғой. Біз сыбырласып сөйлесеміз. Аммен сөйлесеміз ғой көбіне. Аммен. Неге дейсіздер? Өйткені біздің мына кішкентайымыздағы тәрбиемізге байланысты екен. Мен сіздерге айтып берейін. Неге біз қазақ тыныш сөйлейміз? Біз мына бала өмірге келеді. Бала 1 жастан асады. Енді тілі шығып, развиваться етіп кетеді ғой бізде өзі. Папа, мама жан-жағын танып, сөйлеп кетірганда, отбасыда екінші бала дүнияға келеді. Екінші бала дүнияға не істейміз біз? Аузын жауып тастаймыз ана баланы. Шулама, тыныш. Бөпе ұйықтап жатыр. Бөпе ұйықтап жатыр. Шулама. Ау, тыныш дейді. Ана балада уж содан бастап тихий өмір басталады уже бар ғой. Бөпе ұйықтап жатыр ма? Бөпе ұйықтап. Уже содан бастап үйдің ішінде ақырын жүреді өзімен өзі. Бөпе оянып кетпесе болды оған главный. Бізге қазақта бала ұйықтап жатса болды, қалған не волнует. Ана бала развиваться ету керек қой. Анау тілі шығып кетер еді ғой деген жоқ. Ол өзімен өзі, өзінің әлемі өзінде. Мультфильм қарасы да без звука қарап отырады. Өзінің дубляжы өзінде. Сөйтіп, екінші бала дүнияға келіп, оның тілі шығып кетканда, 3-ші бала дүнияға келеді. О жаңа екеуі дос бір-бірімен сыбырласып отырады. Бөпе ұйықтап жатыр, бөпе ұйықтап жатыр. Ойыншықтардың өзі пластмассовый дыбыс шықпайтын келген жаңа. Сөйтіп, 4-ші келеді, 5-ші келеді, 6-ші келеді. Үйдің ең кенжесі, от соған повезло. Сол сөйлейді, сол ойнайды, сол ән айтады, сол билейді, қалған 6-ауы соған қарап отырады. Шапалақ ұрып, байғұстарда тіл жоқ, не қылсын енді жаңағы. Сол ән айтса соған мәз болады, сол билесе соған мәз болады. Өз сондаймызда. Кенже балдар вообще мықты. Ата-ананың өзі де айтып қояды, кенже баланың қолында тұрамыз дейді. Біледі өздері, соның кішкене развитый екен. Жоқ, шынымен сондай да. Ал үлкендер жағы өздері сондай спокойный болып кетеді. Көбіне айтып жатады, мына үйдің үлкені ғой, өз сондай салмақты дейді. Ол вообще сөйлемеген ғой өмірі. Сөйлейтін жер жоқ ода. Үйде сөйлемей шығады, үйленгеннен кейін сөйлей алмай кететін ағаларымыз бар. Жұмыста да сөйлей алмай қалатындар бар вообще. Сөйтіп өмір вообще тихий өтеді ғой. Ана тойға барғанда тілек айтсаң, кілең ағайындар тұрады, кенжесі басқарып тұрады үйдің кішісі. Көке сен бірінші айт, көке сен бірінші айт. Ана вообще сөйлей өлмейді. Өздерің айта беріңдер, өздерің айта беріңдер. Көке сен бірінші бастап бер дейді. Бастап берген төре папа мамадан басқа сөз бермейді, қайтсын енді жаңа. Папа мама тойларың құтты бол. Екіншісі тағы сондай той құтты бол. Мен қосыламын. Үшіншілерге көтермейді. Ең кенжесі от души тілек айтатын сол, артынан ән айтады, қалғандар соған шапалақ ұрып тұрады жаңағыдай. Мына кейбір жеңгелеріміз, конечно, үйде қыз балдар болса, оларға повезло. Күйеуге шыққаннан кейін сөйлейді олар. А вот ағаларымызға вообще не повезло. Сөйлей алмай кететіндер бар ғой. Мына негізі үйдің екі үлкені бір-біріне қосылса, вообще үйдің іші тып-тыныш болады. Мына кейбір ағаларымыз бар, вообще спокойный. Шаңырақта да сөйлетпеген, үйде де сөйлемейді, жұмыста да сөйлемейді, өзімен өзі спокойный, көшеде кетірганда жүрісі де сондай болып кете ме, өзімен өзі бүйтіп қалды. Ассалаумағалейкум, уағалейкум, аман болдырайын, аман болдырайын. Үйге келгенде сондай тып-тыныш, тамақ дайын ба, тамақ дайын емес,
дайын болса айтарсыңдар. Мен ана жақта болам деп айтып қоймаса, оны ешкім іздемейді де, жаңа өзімен. Сол жақта болам. А жеңгеміз де спокойный. Я қас, магазинге барам, тамақ әкелейін, пісірем, сосын оятам ғой сені. Ана жақтан баласы да шығып кетеді. Папа, мама, тамақ дайын ба? Тіпті үйдің кенжелері қосылса, екі кенже. Вообще үйдің іші у-шу болып жатады. Қалай жатыр, сол қалай жаспай. Инанман жақты қатамақ сен содан. Ана үйде тыныштық болмайды. Шу-гам болып тұрады. Ана кейбір жеңгелеріміз бар. Ой, үйленгеннен кейін тілі шыққанда вообще мощный ғой. Мына қазақ айтады ғой, үйленген кеше мына әйел адамдарды көбіне жыланға салыстырып жатыр. Мен таңғалатынмын, неге жыланға салыстырады деп. Басында айтатын су жылан, одан кейін оқ жылан, одан кейін кобра деп жатады. Мен соны түсінбеймін, неге сөйтсем, оказывается, әйел адамның уы болады екен, оказывается. Мен ер азаматтар сіздерге айтайын, оказывается, біз байқамайды екенбіз. Олар тістемейді, шымшымайды, ештеңе істемейді. Мына демалады ғой. Сөйлегенде саған деп аузынан дем шығады ғой. Сол бізге мұрын арқылы кіріп, денемізге ақырын тарайды екен, оказывается. Бірақ сразу действовать етпейді. 24 сағаттан кейін действовать етеді. Да, өйткені олар әйел адамдар айтады. Что-то мына үйді біз көп болып тұрып жатырғанымызға, басқа ана новый райондардан қазір үйлер салып жатыр ғой. Қазір Алматыда күшті үйлер бар. Мына Бауыржан Байбек келген күшті үйлер салып жатыр. Сол жаққа көшейік та вообще. Жұрттың бәрі сол жақтан үй алып жатыр. Біз әлі старый районда тұрып жатырмыз. Еркектер не дейді? Действовать етпейді ғой. Қойшы, сен ағай үйге тоймайды екенсің. Осы үйді алайық дегенде айттым. Осы үйді алғаннан кейін бітті болды, басқа үйге көшпеймін дедің. Енді не дейсің? Ол ештеңе айтпайды саған. Свое сделала. И все, ақырын наблюдать етіп жүреді сен. Сен таңертең ұйқыдан тұрасың, жұмысқа барасың, жұмыстан келесің, уже 24 сағат өтті, ана действовать ете бастайды уже. Уже үйге қарай кетасың, уже районың ұнамай бастайды уже. Бұрын байқамаған заттарды байқайсың ғой. Вообще мына жақтың жолы да онша емес екен ғой, оказывается. Үйге келсең, подъезд ұнамайды уже бар ғой. Бұрын байқамаған подъездің свет жоғын енді байқайсың бар ғой. Үйге кірсең, потолок низкий секілді. Бір ауа жетіспей тұрады. Уже действовать етіп жатырсың. Әйелің спокойно наблюдать етіп қарап тұрады саған, кәдімгі кайфовать етіп. А сен жүресің үйдің ішінде. Үйге сыймай, чотын не то. Терезе ашсаң, вообще қарайтын ештеңе жоқ екен ғой жаңа. И әйеліңе барасың да ақырын айтасың. Бана район қай жақта, давай сол жақтан үй қараш дейсің. Көрдің бе уже? Действовать етті. Әйел адамның уы мощный бар ғой, мен сіздерге айтайын. Ағайынмен ажыратып жіберетін дей ба? 6 секунд. 6 секундта әйелің айтады. Спокойно. Кеше ана ағаларың деймін да, қайнағаларымыз. Бір жылқы сойыпты, соны бір жарты етін берсе болады ғой бізге. Біз осы постоянно соларға көмектесіп жатамыз. Бір жылқы сойғанда берсе болады ғой, мейлі бір аяғым болса да. Сен айтасың, ашсың ба? Сойып жатыр ғой, нағыл дейсің оны жұрттың малында. 24 сағат өтеді. Уже туыстарың жек көре бастайсың бар ғой. Уже ағаңды вообще жек көре бастайсың ішінен бар ғой. Мен постоянно көмектесем, неге маған көмектеспейді деп. Әйеліңнің уының датаво мақтылығы ағаңның кішкентайында ренжіткен есіңе түсіріп жібереді бар ғой. Мықты деймін. Кейбір ағаларымыз бар, оларға действовать етпейді. Әйелі дейін десе, ағамыздың өзінің аузынан перегары деп тұрады жаңағы. Ол уже анти-у ол бар. Ол вообще действовать етпейді. Байқайсыздар ма, еркектер ішіп жүргенде әйелдер вообще ештеңе айтпайды ғой. Өші екінші күні сауыққан кезде бар, деп улап тұзайтындар бар. Жалпы енді әйел адамдар енді жалпы жақсы ғой, қазақтың әйелдері барлығы бірдей емес, аман болыңыздар, осы алматылық жеңгелер. Қазақтың әйелдері әрқашан күйеулерін жоғары ұстайды, өздерін бір сат төмен ұстайды, өздерін бүйтіп жоғары ұстап қояды да, өздері астынан командовать етіп отырады. Біз оны да байқамайды екенбіз. Мына көбіне айтады, мына шаңыраққа келін түскенде байқасаңыздар, білесіздер ме? Мына келін мен өзінің мына атасы екеуі әрқашан шаңырақта бір-бірін жақсы түсінеді. Папасы постоянно келін жақтап жүреді. Не дейсіңдер, ол келінде не жұмыстарың бар деп. Әйелі бірден айтады, нең бар әйел, өзіңде қызың бар ғой, біреуде келін болып отыр деп. Келін де папасын жақсы көреді. Папа шай ішесіз ба? Папа көйлегіңізді жуып берейін ба деп. Бір жаққа шығып баратса, келін отырды ма машинаға деп сұрақ қояды. Сонда мамаларымыз, мен нағыз демейсің, осы келініңізді жүреді. Ой, сені қайдан іздеймін, бада бері аузын жолмай сөйлеп отырсың қасымда деп жаңағы. Сонда көрдің бе, келін мен атасының арасында түсініспеушілік өте күшті болады. Неге екенін білесіздер ме? Өйткені екеуі де бір адамнан зардап шегіп отырған адамдар. Сондықтан да шаңырағымызда әрқашан тыныштық болсын. Мен айтып отырған тыныштық туралы қазақтың тәрбиесінде бүгін байқап отырсаңыздар, сол мына еліміздің тыныштығының арқасы қазақтың шаңырақтағы тәрбиесі деп білем. Сондықтан да еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, көк байрағымыз мәңгі желбіреп тұрсын. Рахмет!